Амансыздар ма, құрметті әлеумет. Бүгін 20 сәуір 2022 жыл. Алдарыңызда Сихаев Айдархан Әшімханұлы. Тараз қаласынан. Құрметті әлеумет. Біз соңғы ролигімізді салғанда ол 22 ақпанда жазылған еді. Содан бері міне қаншама уақыт өтті. Біз оны 12 ролик нөмірмен салдық. Енді содан бері міне қыс айды ол кезде, бүгінде көктем келді, сәуір айы, күн жылды, шөп шықты деген сияқты құбылыстар болып жатыр. Әрине, онымен қоса елімізде де біршама өзгерістер болып жатыр. Әлеуметтік, саяси, қоғамдық деңгейде. Сонымен қоса әлемдік деңгейде де геосаяси жағдайында да неше түрлі жағдайлар болып жатыр. Соның бірі соғыс, Украина, жаңағы Ресей арасындағы қақтығыстар. Оның бәріне біз әлі тоқталамыз. Біздің бүгінгі негізгі айтайын деген жайымыз осы ролигімізде. Мынау соңғы ролигімізде біраз жағдайға сыни қарадық. Сыни қарағанда тіпті біз билікті сынадық, оның жағдайларын бәрін айттық. Сөйтіп өзіміздің жаңағы бүгінгі күнге осы ар-ұғымын, ар-намысын, қасиет үлгісін жеткізіп, шет жағын дәлелдеп отырған бақсы, балгер, емші жаңағы әулиелерімізге де сын мәселесін айтып өткендей болдық. Яғни олардың өз қасиетіне қара жағып, ақ қара деп кейбіреулерінің сөйлеу дағдысына орай. Ол қоғамдық арада шынайы болып жатқан жағдай. Соған қарағанда біз енді осы мәселеге қайтадан өзіміздің тақырыбымыздағы идеялық мән-жайға, ұстанымға қайта оралмақпыз. Яғни әруақтық ұстанымның қандай болатынын. Біз оның шет жағасын айттық. Оны айтпасқа болмай отыр, өйткені оны кәсіби деңгейде айналысып отырған осы халық емшілері, көріпкелдер дегеніміз біршама көңілге қонымды айтпай, біраз қасиеттерін жоғалтып отырғанына қарай, ол сөзіміздің қасиетін жоғалтып отырғанына қарай, сеніміміздің қасиетін жоғалтып отырғанына қарай, соған қарай абыройымыз түсіп жатқанына қарай, біз айтайын деп отырмыз. Өйткені олар білмеген нәрсені халық та білмейді. Кезінде біз осы мәселені қозғаған кезде оны ағламыз созып, әр қазақ біледі әруақ не екенін, оны ешкімге таптатпайды, ноқталатпайды деген сияқты нәрселерді айтқан едім. Енді қарасақ, сол бәрі
жаңсақ болып шықты, көбісі білмейді. Білмегендікте де өткен неше түрлі идеологиялық діни ықпалдарға беріліп қалып, өз қағынан жерінген тағыдай қашып, оқырая қарап, бөтен сүйді. Бұл мәселені сөз етсек. Соған орай біз осы мәселені түсіндіру ілімін жасап, қоғамын құрып, түсінбеген адамдар, білгісі келетін адамдарға осы жайды анықтап ашып қойғанбыз. Өйткені бір жерде түйісіп, бір жерден айтатын көз болмаса, бүгінгі күні бәрі шаршап жоқ болып кететін көзіміз жетіп отыр. Өздеріңіздің де көздеріңіз жетіп отыр. Қай ненің ілімі бар, сол дайын нәрсеге елдер тап болып, ештеңе ойланбай кіріп кетіп, сол ұғымда өзінің болмысына қарсы теріс әрекеттер жасап жүре беретін байқадық. Жаңағы Алматы қырғыннан кейінгі жағдайдың бәрі соның салдары. Соған орай біз жаңағы өзіміздің мәселеге оралсақ, бақсыбайлар жаңағы әулие әмбиелеріміздің жасап жатқан тірліктеріне, айтып жатқан сөздеріне, әрине олардың жүгініп қасиетке ие болғысы келіп жатқан жағдайын түсіне отырып, біз соған өз тарапымыздан біршама ой пікірімізді, кеңесімізді айтқымыз келеді. Ол жағдай қандай? Яғни ол ақ пен қара деп атауында мәселенің. Яғни әруаққа қара жағуында, кей әрекетте. Аруақта ақ аруақ, қара аруақ деп бөлуінде. Мына осы тұсқадан келген кезде біздің сөзімізді зер салып, әр мағынасын байқап отырған зерделі қауым, тыңдап отырған зерделі қауым, мағынаны енді түсініп қою керек. Бірақ біз сонда да шілей тұспалдап, емеуріндеп айтып кеттік па, содан түсінбейді қалама, соған бір сәт біз кішкене ашыңқырап қайта тоқтала кетпекпіз. Яғни біз әруақ қасиетін қондыру әрекеті неден тұратынын айттық. 7 қасиет, яғни рухани туу мәселесіне байланысты адам әруақ танады екен. Құр туу әр нәрседе, хайуанда да болатын біз айттық. Биологиялық туу әрекеттері. Ал енді адамға, саналы адамға қатысты жағдай рухани туу мәселесі жаңағы 7 қасиетке байланысты. Ол 7 қасиет дегеніміз қандай деген кезде атап өттік. Адалдық, адалдықтан туады әділдік, әділдіктен туады шындық, шындықтан туады жаңағы адалдық, яғни бірінші ақылдылық, ақылдықтан туады әділдік, әділдіктен туады шындық, шындықтан туады адалдық, адалдықтан туады адамдық дедік. 5 жағдайда. Одан кейін барып ерекше қасиеттердің қонатыны аруждандық, адамдықтан кейін, аруждандықтан кейін барып жаңағы әруақтық қасиет қонады екен. Ол қасиеттен кейін малым жаным садақасы, жаным арым садақасы дейтін жағдайға адам жетеді. Сол кезде ғана адамда бойында ұят деген түсінікті ұғылады екен. Ұят жаңа жақсы болады, обал болады, жаман болады деген мәселелерді біз нақты кесіп айтылатын, жаман мен жақсыны айыратын жағдайға келеді екенбіз. Ал бұл қалып тек мықты адамдар, осы жолмен жүрген адамдарда ғана болады екен. Осы жолда ғана шынайы Құдай тану мүмкіндігі, жаратушыны, тәңірді бар екен. Ал қалған жоқта жоқ деді. Қалған жол дегеніміз жаңағы пенделік, құлтабандық жолдар. Олардың да 7 қасиетін қарама-қарсы жаңа адалдыққа біз айтып өттік. Яғни біз құлтабандық жаңағы пенделік жолдар не деп айттық? Біз айттық оларды арсыздық жолы деп, тексіздік жолы деп айттық. Ол жолдан ешқашан шындық табылмайды, Құдайды табылмайды, өз-өзін алдап, өздерін бір қанағаттандырып, сонымен тірлік көзін ашып, шын шытырығы шығып жататын жай деп айттық. Ал ақыллық жолда арлық жол деп айттық, адамдық жолды. Яғни тектілік жол деп айттық. Міне осы мәселеде тек тектілік жолда аруақтық жағдай болады екен. Аруақты деген сөз, аруақ деген қазақ тегін айтпаған, қазақтың дана сөзі. Адам, жан, аруақ бір-бірімен сабақтасып жатқан байланысы бар үлкен дүние. Оның туралы кейін айтамыз. Енді осы аралық нәрсесі қара деп айтуға бола ма? Өздеріңіз ойланып қараңыздар. Әрине ешқашан болмайды. Өзінен өзі осы түсініктер ақтап тұрған жоқ па? Малым жаным садағасы, жаным арым садағасы деген сөз жалпы мал сақтама,
ар сақта деген сөзге келіп тұрған жоқ па? Қысқартып айтқанда бүгінгі. Яғни дүние сақтама, ар сақта деп. Яғни бұл ар сотына шақырып тұрған жоқ па? Осы мәселеде қарағанда әруақтық жағдай осы мәселені алға тартады. Басқа ешқандай жаңағындай амал үлгілер адамдардың өмір сүріп жатқан әрекеттері, жаңа пендеміз, құлмыз, күнәһармыз деп құтылып кету әрекеттері бұл жағдайға жауап бере алмайды екен. Яғни қарапайым тілмен айтқанда барлық осы біздің айтып отқан ұғымға қарсы кереғар келетін әрекеттердің бәрі пенделік пен қутабандық жолдың таңдаған үлгілері екен. Яғни оларда тексіздік жол жоқ. Оларда өте қатты тәуелділік бар, құтыла алмайтын рухани бұғау бар бойындарында, ақылдарында тұсау бар. Сонда жүректерінде шындық жоқ, әрекеттерге, істерге тап болады екен. Осы мәселені айта отырып, тағы көңіл бөлетін, енді ақ қара дедік. Енді осы ал қарасын қайдан табамыз деген мәселе туындайды. Қарасы міне дәл осы жаңа арсыздардың тапқан жағында. Яғни оған кішкене жақын келетін жағдай, сіздер оқып қарасаңыздар, әруақтықтан іздемеу керек, әруақ сөзінен. Оны іздеу керек рух сөзінен. Рух деп айтады ғой, дух деп айтады, рух деп айтады. Яғни рух деген сөз, біз ғылымда айтқанда эфемерный сезім, қуат, уақытша қуат деген сөз. Уақытша қуат ол бірде бар, бірде жоқ. Ол көңіл күйге байланысты. Ол жан-жағында сүйемелдеуші әрекеттерге байланысты, арқа тұтатын нәрселерге байланысты. Уақытша шығады да белгілі бір уақыттас мерзімге созылады. Соның сүйеуіне, көмегіне, басқа жағдайына, өзінің мүмкіндігіне қарай уақытша күш қайрат деп айтуға болады. Ал әруақтық мәселе бұл мәңгілік мәселе. Жаңағы қасиеттерді қондырған адам бұл әруақта өз бойында арын ұстайды. Ары барлық жақта оған күш қуат болады. Ар намыс, яғни қадір қасиет болады. Ар намыс, қадір қасиет деген түсінік жаңағы қутабандық үлгіде, рухтық үлгіде келіспейді, аз болады. Олар айтады да өздерінше басқаны бәрі істейді. Бәрі қутабандыққа барады, бәрі пенделікке барады. Міне осы екі ортада тағы да дәлелдей түседі. Біз қанша ғасырдан бері қорланып, қасиетімізді қорлап, арымызға дақ түсірген адамдар. Арға дақ түсірме деген өзі сол пенделік жолға түспе деген сөз қазақтың. Арды сақта, қанға дақ түсірме, сүйекке дақ түсірме деген осы біздің жаңағы биологиялық туған өзіміздің хронологиялық шежіреміз үлгісіндегі өмірдің біз сабақтастырып отырған тегімізге қатысты руханида туып сол артқан жалғастырып отыру деген сөз. Әр уақытта соны жалғастырып отыру, ол жолдан тайқымау деген сөз. Бір ата жолы деп айтуға болады. Бірақ біз оны ата жолы емес, біз әруақтық жол деп айтып отырмыз. Өйткені әруақ жұғысты болады. Әруақты қондыра алмасаң кетіп қалады. Бейшара болып қаласыз, әруақсыз қаласыз. Әруақсыз артың жын болады деген содан шыққан. Бұл қасиеттерге аталым қазақ әрқашанда ыждахатты қараған, сақ қараған, оны ұрпақтардан талап етіп отырған, пенделіктік жаңа қутабандық бір әрекетті тауып қалса текте бұрсып, қатаң түрде ескертулер жасап, айыбын мойнына салып отырған. Айыптыларға, күнәліларға төр бермеген. Пенде деген күнәһарлар бүгін төрге шығуған көріп отырсыздар. Яғни бәріміздің қазақпын деген, қазақ болғысы келетін қазақстандықтарды айтып отырмыз. Яғни намысымыз тапталып жатыр. Ата бабамызды әрқайсыларыңыз значит қорлап отырсыздар деп айтуымызға болады. Бүгінде жағдай сол. Өйткені Алматы қырғынының оқиғасы бүгінгі әлемдегі әлем тапырық жағдай болып жатқан жағдайдың бәрі соның нәтижесі. Яғни ақылдылық пен қулықтың айқасы, қутабандықтың айқасы. Оның арасында қутабандар мен қутабандардың айқасы. Яғни орада ешқашан бейбіт болмайды ол пенделер мен қутабан арсыздардың арасында. Олар бір анда бір-бірімен айтысқан кезде әрқашанда бір-бірін кінәлағанда шындыққа, әділдікке, арлыққа жүгініп соғысады, кінәлайды бір-бірін. Бір анда бәрібір өздерін бір-біріне жасайды. Ешқайсы адал емес. Тек арлық жолында, жаңағы ақыллық жолында, адамдық, әруақтық жолда ғана, яғни арлық жолда бейбітшілік орнап, дұрыс шешімге келіп өмір сүруге болады. Ондай жерде ешқандай
айтыс болмайды. Бұл утопия емес, бұл шынайы жағдай. Біздің ата бабаларымыз әрқашанда соған талпынған, сондай болуға талпынған. Қанша дәуірлер болса да осы түсінікті жоғалтпай келген сол. Бұны не дінге жатсызамай, не қандай сенімге жатсызамай басқалардың шатасуының бәрі сондықтан. Бұны қазақ қана білген. Оны айтатын бүгін ғалым жоқ, адамдар жоқ. Біз соңғы буын осы мәселені көріп, әбден шиылып бара жатқасын айтып үлгерейік деп жатқан жайымыз бар. Осыны жастардың құлағына алтын сырға деп біз айтамыз. Яғни түсініп алу өте маңызды. Содан кейін қара деген нәрсені қалай түсінеміз? Ақтың қараның күресі, қараның жаман мен жақсының күресі деген сияқты жағдай болып жатыр. Яғни қараны айту керек қой деген ойлар туады. Сөздер шығуы мүмкін. Оған қараны таза іздегілеріңіз келсе, жаңа айттық, рухтың ішінен іздеңіздер. Рух деген мен әруақты шатастыруға ешқашанда болмайды. Рух, әруақ деген жақсы қасиеттер болса, рух деген ол аралас қасиеттер. Яғни ол уақытша қасиеттер. Сонымен рух дегенді біз жаңа эфемердік, уақытша қуат күші деп айттық. Ол қайда болады? Оны қалай білуге болады деген ой туындауы мүмкін. Сол кезде біз айтамыз, ол қасиет пенделерде, күнәһарларда, өтірікшілерде, азғындарда бола береді деп. Тіпті хайуандарда бола береді деп отырмыз. Өйткені хайуан демекші, оған мысал келтіретін болсақ, тіпті қарапайым ауладағы иттердің әрекетін қарасаңыздар болады. Қораздардың, кез келген, қысқасы хайуандар бір-бірімен төбелескен кезде оның қасында иесі тұрса, олар арқаланып күшейіп қарсыласын жеңуге тырысады, қаһар көрсетеді, мысын басады қарсыласының. Керісінше қарсыласының иесі болып жанында бас айтақ бөрбасар деп тұрса, олда күш аладағы керісінше жағдай жасады. Ол басым болады, ол мысыңды басады деген сияқты. Иттің қарама-қарсы, иттердің арқасын айтып отырмын. Оны өздеріңіз көріп тұрсыздар. Қайсысы өз ауласында болса, жақсы шабуыл жасайды, қаһарланады, талап жеп қоярдай күш сес көрсетеді. Ал көшеге шықса, басқа жерлерде болса, ол мысы күші қайраты қасып жалтақтап қалады. Себебі танымайтын жерде, таныс емес жерде олар әрқашанда сондай секемде жүреді. Керісінше ол жақтағы иелері басымдық көрсетеді. Міне осындай әрекеттерге де байланысты біршама бұл құбылыс байқалады. Рухтың жаңағы уақытша екені. Ал тағы да бір мысалдар келтіретін болсақ, бұндай рух тіпті балаларда болады. Бала кезімізде өзіміз талай күресіп, ағаларымыз бір-біріне шекістіріп жатқанда балаларды, олар күш беріп тұрған кезде күштісің, керісінше олар қасында көкелері ағалар болмай қалғанда мысы басылып жуас болып қалады балалар. Оның бәрін білесіздер. Әрқайсыларыңыздың ер азаматтардың басынан өтті. Тіпті қыз балаларында деп айтайықшы, еркелеп жүретін қыздар, балалар сондай жағдайларға түседі. Міне сол сияқты ең көрнекі мысал деп айтсақ, бұл жемқорлардың мысалы деп айтуға болады. Жемқорлар әрқашанда көкелеріне сүйенеді. Карьера қуады, басқа жасайды, бір-біріне өздерінің бағаларын көрсетіп, қаражаттарын төлеп отырып өседі көкелерінің арқасында. Оларға ешкім тиіспейді, олар құтырынып жүреді, басынып жүреді, аларып жүреді, керіліп жүреді, кекіріп жүреді, ешкімді менсінбей, сөз тыңдамай, белден басады деген сияқты әрекеттерін көресіздер. Ал сол көкелері, яғни крышалары кетіп қалған жағдайда жоқ болып, мыстары түседі, бейшара болып қалады. Оның орнына басқасы көкелелер келеді. Сөйтіп арпалысып жатқан жағдай. Ол біздің Қазақстан жағдайында мемлекеттік қызметтегілерден көріп отырсыздар оның бәрін. Соң тағы да сол сияқты жаңағы қаражатты барлар. Қаражаттарды, кімде қаражаты көп, ақшасы көп, олар буланып құтырып жүреді. Кетіп қалса, ұнжырғалары түсіп қалады. Міне сол сияқты, ал біз айтып отырған әруақтық үлгі, жаңағы арылық үлгі, ондай емес, олар тұрақты. Өйткені ол бойда, ол қанда бар, олар бәрін бақылап, өз
қадірін түсініп, қадірін жоғалтпай, жаңағы мал сақтама, ар сақта мәселесін сақтайды. Сол сияқты жағдай, міне ағар орақ, қара орақ дегеннің аруаққа жала жабуға, қара жабуға болмайтынын осы жерден біліңіздер. Осы сөзді дұрыстап, саптап, түсіндіру арқылы ғана біздер өз намысымызды, арзударымызды, дүние танымымызды, рухани болмысымызды қорғай аламыз. Себебі бұл әр қазаққа тән қуат, күш. Яғни аруақ деген түсіндіңіздер. Бұл жағдайды әлі ұқпай жатсаңыздар, бүйтіп айтайық. Мысалы, жаңағы қасиет дегенде жақсы қасиеттерді айтып отырмыз, ызғылықты қасиеттерді айтып отырмыз. Яғни ақылдылық деген бөлек сөз болып айтыла береді, білесіздер. Арың бар ма деген арлылықты бәрінен күтесіздер, келіндеріңізден, балаларыңыздан күтесіздер, тағы басқа жолдастарыңыздан күтесіздер. Әділдікті де, басқаны да басшылардан күтесіздер, шындықты тағы қажет жерлерден күтесіздер. Бұлай жеке-жеке сөз болып тұра береді. Ал солардың жиынтығы айналып келген кезде әруақтық мағына құрайды. Әруақ, яғни оның бәрін жинайды. Жинаған кезде жаңағы қасиет шығады, әруақтық қасиет. Әруақ сөзінің қасиеті шығады, құдіреті шығады. Ата бабамыз жауға шапқанда да әруақтап шабуының мәнісі сонда. Бұл ерекше қуат күш беріп, ар намысты қозғап тұратын құбылыс. Мен ойлаймын, осы айтқаным әруақ деген не дегенде міне осыны ұғынатын кез келді. Өйткені басында біз айтып келеміз, түсінетін адам түсінді, түсінбейтін адамдарға осыны тағда жіктеп, тағда бір тоқталып өткізіп отырғанымыз сол. Яғни ар-намыс мәселесі, әруақ мәселесі, әруақ дегенде жанды қорғайтын күш ретінде, бұны ізгілікті күш, сенімді күш ретінде түсіну керек. Айырмашылықтары бар. Міне осы мәселені айтқан кезде сіздерге біз көп жағдайда жаңағы әрқашанда бұны әруақты еске алып, соған бағыштайтын нәрселер кездесетін іс-шаралар бізде көп болады қазақтарда. Соның мәнісін түсіну керек. Пендемін деп, құлмын деп отырып, әруақты айта алмайсыз. Яғни ол жөні келмейді, ол тексіздер. Тексіздер әруақ туралы айта алмайды. Ол үшін онысынан арылып, таза әруақтық, жаңа адамдық жолға түсу керек. Біздер сол тексіздерді жоғары шығарып қойып, солардан бір бата күтіп отыратын жағдайға жеттік. Кім екенін біліп отырып, іс-әрекетін, болмысын, ұстанымын бәрін көріп отырып, сатқындығын сезіп отырып, көміс болып кеттік. Содан міне қазір жастарымыз да осындай мазақ тұтып қарайтын жағдайға жетті. Мазақ тұтып қарайтын себебі сіздердің де құрметті әулие әмбиелер, жаңа бақсы балгерлеріміз, көріпкелдеріміз, жолдарыңыз болмай жатқаны сол. Сіздер де жаңағыдай айтқаннан кейін өз-өздеріңізді мазақ қылып, өз ұстанымыңыздарды шатасып жатсыздар. Ол шатасатын себеп сол ықпалды күштерге, ықпалды идеологиялар, ықпалды діндердің аясына арбалып қалдыңыздар аясында. Содан құтыламай жатсыздар. Соның салдарынан міне бүгінде осындай кең түсінбеушілік белең алуда. Бұл өте қауіпті жағдай. Біз рухани жойылсақ, бәріміз жойыламыз, тілімізде жойылады, өзімізде жойыламыз. Қазақ деген ұлт қалмайды, қазақ бола алмайсыздар. Сол себептен біз қазақ болу үшін қазақтың осы ұстанымын, рухани дүниетанымын, тіпті ғылым тілінде болса жазу тілінде қалдырып кетуді жөн санап отырмыз. Бұл сіздерге қоғамдық деңгейде қозғауымыз, сауығып бәріміз осы намысымызды қорғасақ деген үміт. Бәріміздің намысымыз, біріміздің намысымыз деген қазақ болып, ұлт болып, адам болғымыз келсе, құндылығымыз қорғамыз. Бұдан артық сіздерде құндылық жоқ. Осы күнде ғана біздің салт дәстүр үлгілеріміздің бәрі жүйеленіп тұр. Онсыз бәрін жоғалтамыз. Бұл бір түсінікті жағдай деп ойлаймын. Ал енді құрметті әлеумет, жаңағы түсіріп атқан, қадірімізді түсіріп атқан бұл сөздің тағы жағдайы көптеген фильмдер, жаңа көрбасты кино фильмдер болып жатыр. Шетелден келіп атқан фильмдер, жаңа Голливуд фильмдер дейміз, өзімізден шығып жатыр. Әртістеріміз де сөйлеп жатыр. Неше түрлі нәрсені айтып, мазаққа айналдырып әруақ деген сөзді. Соларға аузына тиым салып, кешірім сұрайтындай жағдайға жету керек. Ал фильмдердегі фильмдер біз көрген кезде
балаларга дұрыс түсіндіре білу керек. Балалар соңғы кездерде фильмді көрген кезде үлкен кісілердің өздері бір сақырлаған сүйектер, неше түрлі құбыжық бейнелер шыққан кезде әруақ деп соған қолдарын шошайтып күліп қарайды, мазақтап қарайды. Сөйтіп өз қасиеттерін өзі қорлатып отыр. Міне осы жағдайда не істеу керек? Бұны жаңағыдай жақсы қасиетті әруақты қорлатуға бола ма? Бұл кезде фильмдер шықса шыға берсін, бірақ та оның әруақ емес екенін айту керек. Әруақ деген мәңгі өлмейтін қуат көзі, ізгілікті қуат көзі екенін түсіну керек. Ал оларды көрсеткілеріңізде рух, жаман рух, жақсы рух, ақ рух, қара рух деп соны өлген адамның рухы деп айта бергендеріңіз болады. Бұл түсінікті әлі ғалымдарымызда нақты ашып қараған жоқ. Себебі әйтпесе бұл айтылып біраз адам түсінетін жағдайға жету керек еді. Бұны айтып отырған, жеткізіп отырған осы қоғамдық сананың оянуы, ғалымдардың санасының емес, олардың тақырып табуы емес, бұл қоғамдық сананың оянуы, яғни қоғамдық жұмыс. Өзіміз сіздер сияқты қарапайым адамдардың зерделеп, ата-бабамыздың мәдениетін қарау негізінде, дүниетанымдық ұстанымын қарау кезінде айтылып жатқан жағдайлар. Бұдан көптеген ғылыми дүниелер шығады, амандық болса. Сол кезде алатын жау қалмайды. Идеологиялық жағдайда, рухани жағдайда ешкім басынамайтын жағдайға жетеді. Өйткені олардың өздері басынып қалады. Бұдан артық шындық жоқ. Бұл адамдық құндылық деп, адамзаттық құндылық деп айтып отқанымыз осы. Барлық адамның талқылап жатқан осы құндылық, барлық адамның ұстанымға келгісі келіп жатқан осы құндылық. Яғни залым ғалымдардан арылып, арлы ғалымдарды көбейтуіміз керек. Сол кезде осы адамдар осындай жақсы бірлікке жетеді, рухани. Міне, жалпы ақ пен қараның әруақ мағынасын, рух мағынасын мен түсіндіру жағдайына жеттік деп ойлаймын. Жаңа рухты тек балалармен ғана шектеліп қалдым ба? Онда жаңа жемқорларында, жаңа карьеристерінде жағдайын айттық қой, кірішілеріне байланысты рухтанып нетіп қалады деп. Міне, осыны ескерсеңіздер, бүгінгі біздің шынайы жағдай қандай қоғамымыздағы, ортамыздағы. Өздеріңіз-ақ енді көңіл аударып түсіне аласыздар деп ойлаймын. Себебі тойлаймыз. Себебі бұл күнделікті көз алдарыңыздан өтіп жатқан жағдай. Екінші мәселе енді, құрметті бақсыбайлар, әулие әмбиелер, біздің сіздерге тағы бір айтатынымыз, сіздер қабір басына барғыштайсыздар, дұрыс, адамдарды алып барасыздар, неше түрлі топ құрасыздар, сөйтіп белгілі бір атқа ие болып жатсыздар, жанама атқа, мазақ атқа ие болып жатсыздар. Өйткені онда барып зиярат етіп жүрудің өзі бір туристік мағынада, рухани мағынада бір психологиялық, танымдық бір әсерлері болар. Бірағында енді өздеріңізге қасиет қойындыру үшін тек ол үлгіде емес, сіздер библиотекаға баруларыңыз керек, ғылыммен айналысуларыңыз керек, өнермен айналысу керек, шығармашылықпен айналысу керек. Библиотекаға барып небір қасиетті дүниелерді ойлы адамдардың ойымен сырласуларыңыз керек, танысуларыңыз керек. Көркемдік деген не, жалпы танымдық үлгі деген не, жалпы ғылыми санаға көп нәрсені қондыру керек. Осыны біз айтып отырып, құрметті әлеумет, біз тағы бір тоқталғымыз келетін жағдай, сіздердің қасиеттеріңіз бүгінде, олай істемесеңіздер, жаңағы білімді жоғарылату жағдайына келмесеңіздер, сіздердің қасиеттеріңіз бүгін тарамдалып кетті жан-жаққа. Яғни емшілік қасиеттеріңіз бүгін дәрігерлер алып қойды. Дәрігерлік сала әртүрлі салада ғылымы кәсіби сала ретінде дамып кетті. Онда хирургия бар, онда невропатолог бар, онда травматологтар бар. Қысқасы көп салалы болып кетті. Яғни психологтарға кетті сіздердің, психиатрияға, психологтарға кетті сіздің жаңағы емдік қасиеттеріңіз. Тіпті педагогтарға дейін кетіп қалды, таралып. Солардың жан-жаққа таралды. Енді тағы бойдағы бар қасиеттеріңіз, жаңағы табиғи деп айтайықшы, бойда бар қасиеттеріңіздің көріпкелдіктеріңіз енді, ол саясатшыларға кетіп қалды. Саясат шолушылар, саяхат танушылар, саясаткерлерге. Олар қазір
тек қана аудан, облыс, республика, әлемдік оқиғаларды ғана шолып қоймайды, сонымен бірге олардың болашағын ғана болжап, даму әрекеттерін және әлеуметтану ғылымдарын бәрін айтып жеткізіп жатқан жайы бар. Сонымен қоса сіздер жаңағы басқа жыршылық, пікірсіздік әрекеттеріңізді әншілер, жыршылар, ақындар, бишілер алып кетіп жатыр. Спортсмендер алып кетсек жаратысық та болады. Осының бәрін сіздер игерулеріңіз керек. Өмірден заманауи деңгейде қалып, өзіміздің дәстүрлі бақсылық, қасиеттерімізді, әулие әмбие қасиеттеріңізді орнатқыңыз келсе, бұл ілім-білімсіз жолдарыңыз бола бермейді деп ойлаймыз. Сіздердің солай түсініп көтеру арқылы қадірлеріңіз өссе, бәріміздің қадірлеріміз өседі, бәріміз қуанамыз деген білудеміз. Агар ондай жағдай болмай кемшін қалып жатса бәрі, онда мазаққа айналып, біз жоғалтқа, біздің өз дүниетанымыз, өздеріңіз де мазақ болып, бәріміз мазақ жағдайға қаламыз. Өйткені бұл да бір біздің мәдени дәстүрлі кезінде болған ұғымдарымыздың, жаңағы ата-бабаларымыздың ерекшелігі ретінде, кезіндегі игерген қасиеттер ретінде сіздер мықты болуларыңыз керек. Сол үшін философиялық мәнімен, яғни әдіснамалық үлгілерімен сіздер жақсы таныс болып, оны түсіндіріп, кез келген жағдайда басқалармен салыстырып айта алып, өз мыстарыңызды өзгелерді басып тастайтындай жағдайда жете алуларыңыз керек. Міне осы біздің бүгінгі айтайын дегеніміз. Содан кейін құрметті әлеумет, тағы да бір тоқтала кететін жағдай, жаңа жанамат деп қалдым. Ол жанамат сіздерді, мысалы, қазақтарды әруақшыл деп мазаққа айналатындай жағдай, өздері түсінбей солай айтады. Тәңіршіл деп, тәңіршіл, исламшыл, христианшыл, иеговашыл деген сияқты. Бәрі шыл, бәрі кекесінді сөздермен, жұрнақтармен толығып кетіп жатыр әңгімеміздің бәрі. Салмақты айтып отырған адам өз-өзін солай айтып мазақтап отқандай сезіледі. Бұл шылшы, бұл дұрыс сөз деп ойламаймыз. Дұрыс тіркес деп біз ойламаймыз. Себебі бұл кемсіту, кекесін айтылатын жағдайға қарасты сөздер деп ұғамыз. Сондықтан да бұл мәселеде сіздер мәселеге көңіл аударуларыңыз керек. Бұлай шыл деп сөйлеу, мысалы, спорт ойында футболистер, волейбол, футбол ойнайтын адамдардың, былайша айтқанда, жанкүйерлері болады, болельщиктері. Соларға қатысты, солар әуесқойлар сияқты сырттан қарап отырып, өз командасына жақтасып, жаңағы жанкүйерлер болып отырған, жанкүйерлер дегеніміз ғой енді, жанкүйерлер деп отырғандай күйде болады. Ол іске араласпайды. Одан да сырттан бақылап қызыққа батып отқан адамдар сияқты. Оған қарағанда біз ойлаймыз, ақыр олай айтқыларыңыз келіп бара жатса, әруақтықтар, тәңірліктер деген сөздер меніңше дұрыс келеді. Ал пенде қол күнәһарлардың таңдаған жолы, жаңағы сырттан келген діни жолдарға айта беріңіздер. Исламшыл, христианшыл, иеговашыл деп. Олар түсінбей ақ солай болып жатқан жағдай күйіп пісіп, елдің тарасып тармасып, елдердің жолын кесіп жатқан, өздеріне бағындырамыз деп әлекет түсіп жатқан солар. Ал жанкүйер үлгісінде болып отырып ақ. Ал біздер өзіміздің ұлттық үлгімізді нету үшін, жаңағы дамыту үшін, қалыптастыру үшін, өзгелерге мойындату үшін біз іште құбылыстарға араласып отырған, әрекет етіп отырған сол кейіпкердің, жамандықпен күресіп отырған кейіпкердің өзі болуымыз керек. Яғни ақ пен қара күресінде ақтың өзі болып отыруымыз керек. Жаманмен жақсының күресіп отырғанымыз, жақсының өзі болып отыруымыз керек, өзіміз күресіп отыруымыз керек. Сондықтан әруақтық, тәңірлік деген сөз, яғни іске кірісіп отқан адамдардың, құр сырттан бақылау емес, іске кірісіп отқан адамдардың іс-әрекетін байқатады.
міне осындай сәттерді ескере отырып, осындай философиялық тұжырымымызды айтып отырып, сіздерге сенбеске амал қалмау керек деп ойлаймын. Өйткені қазақтың даналы ата бабаларымыздың түсінігі, ой өрісі, тұжырымы өте нақты, шынайы, зерек. Міне осы біз жеткізімге, соған орай соны тұжырымдап тұратын сіздер біз айтып отырған ролигімізде анда-санда айтып қойып отыратын қазағымыздың сол мақал мәтелдерін, яғни ақыл сөздерін бойларыңызға сіңірулеріңіз керек. Соны қайталап айтып отыру арқылы сіздердің қайда кетіп баратқандарыңыз, қандай ұстамды болу керек екеніңіз әрқашанда анықталып тұрады. Бұл тек халық ішінде, бұл ғалымдардың сөзінде емес, бұл халық сөзі. Сонда ғана сіздер өздеріңіздің пайдаларыңыз үшін емес, ел пайдасы үшін жұмыс істей аласыздар. Ел пайдасы үшін жұмыс істеген кезде соның ішінде өз пайдаларыңыз болады. Қазағымыз солай қараған. Өйткені ұлы далада кеңістікте өмір сүріп, дұрыс ұрпағын өсіру үшін бұл қасиет өте маңызды болған қажеттігі. Сондықтан да ар негізгі жұмыс. Барлық нәрсені ар арқылы талдап, ар арқылы бағалап, ар арқылы, ар-жұрдан арқылы нәтижесін шығарған. Бұл енді үлкен адамгершілік үлгіге кіреді. Міне осындай жағдайға келетін уақыт бізге жетті. Қайталап өз мәдениетімізге, құндылығымызға, аруақтық нұсқамызға оралатын, аруақтық болмысымызды оралатын кез келді. Яғни біздің ұмытпау керек сөзіміз ол, яғни аруақ өлмейді, соқыр көрмейді. Қандай керемет сөздер. Өте құнды сөз, адами сөз. Аруақ десең кем болмайсың, пенделермен тең болмайсың дейді. Орап қараңыз, өздеріңізді басқалармен салыстырып қараңыздар. Жаңа қасиет, біз айтып отырған қасиеттерге келген кезде қандай күйде болатындарыңызды. Яғни тағы қандай сөздер бар еді? Аруақсыз артың жым болар дейді. Яғни аруақ жоқ болса жым боласың. Қу табан, пенде, жаңағы өтірікшілердің өмірі сондай жағдайда өтеді. Біздің жаңағы киелі кітаптарында, жаңағы пенделердің, құлдардың діни кітаптарында ақыр заман болады, ақыр заман деп болады деп атқандары, осы олар сол заманда бола берсе, сол түсінікпен жүре берсе, ақыр заман болатыны болады оларға. Себебі ондай адамдарда ешқашан бейбітшілік болмайды. Мынау жаңа технология дамыған сайын дүниені төңкеріп тастайтын жағдайға жетеді. Бір-бірінің пенделігін айтысып, қайсының пенделігі дұрыс екенін сол қағысып жүргені. Үлкен маңызды ақиқатты олар көре алмайды. Біздің ата бабамыз оның бәрін көріп, жөнге салып отырған түсінуіміз керек. Яғни әруақты жанға жол бер, үлкен жанға, үлкен кісіге қол бер дейді. Әруақты жанға жол бер, үлкен адамға қол бер. Яғни бұнда да қандай керемет. Агар білім асып тұрса, қасиеті артып тұрса, саясатта болмасын, өнерде болмасын, қызметте болмасын, әруақты жас болсын, кәрі болмасын, әруақты болса, әруақ асып тұрса, әруақты жанға жол бер дегені, жолын кеспе, кедергіңді жасама. Туған туысың болмаса да оған жол бер. Туған туысынан шығып отса, әрине, өзгенің туған туысы шығып отса, қызғанба, аяғынан шалма, зияндық жасама деген сөздерге сайып келеді. Қандай керемет даналық. Бұл таза демократияның көзі ғой. Ізгілік жолмен әруағын асырып отқан адамдарға. Ізгіліксіз әруақ аспайды, әруақ баспайды ешкімді. Енді ал үлкен адамға жол қол бер дегені үлкенді сыйлау құрметінде біздің қазақта әрқашанда бар. Міне осы сөздерді жақсы білсек, біз қасиетімізді қайтып оралтамыз деп ойлаймыз. Сонымен біздің бүгінгі осы роліңізді айтып отырған танымдық, рухани танымдық әңгімемізді осындай бір тұжырымда тағы да бір шама сіздерге ескертіп қойсақ деген ойымыз бар. Ақ пен қараны ажырата білейік. Ақтың орнында
жақсылықтың жолында біз өзіміз әсер етейік. Бүгіннен бастап, құрметті әлеумет, пендеміз, құлмыз, күнәһар деген адамға жанына жолаудан бас тартайық. Мен өзімде енді түсініп қарап, қасында ондай адамдардың жүре беруді ұят санайтын жағдайға жеттік. 30 жыл солай жүргеніміз жетеді, одан да көп жыл. Негізгі бұл рухани соғыс баяғыдан басталған еді. Енді сөйтіп бір шетке жиналып, бір нақты ел болып, арамызды тазалап, ұрпағымыз үшін жаңа жол, жаңа рухани жаңғыру әрекеттерін жасайық. Міне сіздің бүгінгі әңгімеміз осымен бітсін. Келесі жолыққанша аман сау болып тұрыңыздар.